Спортта да, оқуда да озық. Джиу-джитсудан әлемді бағындырған қарағандылық Алина Правдина халықаралық айбын сайысында да бағын сынап үлгерді. Биік белестерді бағындырып, темірдей тәртіпті серік еткен спортшы ару туралы әріптесім баяндайды. Она закрывалась ванной. Ол жуынатын бөлмеге бекініп алып жаттығатын. Үйіміздегі жуынатын бөлме кен еді. Телефондағы видеоларын қарап отырып, өзімен өзі шынығып жүргенін байқадық. Спортқа деген ынтасы осылай басталды. Кейін ММА-ға барып, сәлден соң джиу-джитсу мен грейплингті таңдады. Алина қазір бар жоғы 16 жаста, ал қоржынында әлем чемпионы деген титул, Азия чемпионатының 2 күмісі мен Grand Slam турнирінің алтыны бар. Алпауыт бәсекелердің көбі Абу-Дабиде өтті. Жас спортшының айтуынша, шетелдегі додалар оған тез ысылып, қарсыластардың тактикасына тез бейімделуге мүмкіндік берген. Спортқа 9 жасымда келдім. Негізі бұдан да ерте бастар едім, бірақ ата-анам рұқсат етпеді. Мен ағама қарап шабыт алдым. Оның жаттығуын көріп, менің де спортқа деген қызығушылығым оянды. Кейін колледжге түскенде айбын жарысы туралы білдім. Ал ол жерде мықты дене дайындығы мен төзімділік қажет еді. Жекпе-жек өнері Алина үшін жай ғана спорт емес, өмірлік мектепке айналды. Джиу-джитсу мен грэплингте ол лақтыру, буындыру және ауырту әдістерін шебер меңгерді. Ал ММА-да оның үстіне қол, аяқ, шынтақ пен тіземен соққы бағыттауды қосты. Бұл шеберлігі мен ішкі қайраты оған айбын әскери патриоттық жарысында физикалық мықтылығын ғана емес, қайсар мінезін де көрсетуге көмектесті. Но самое главное поддерживать. Ең бастысы балаға қолдау білдіру. Тағы бір маңызды жайт. Егер баланың ынтасы болмаса, оны қинап итермелеудің қажеті жоқ. Бәрі баланың өз қалауымен болуы тиіс. Сол кезінде ғана спортта нәтиже болады. Ата-анасының айтуынша, қыздарын шетелдегі жарыстарға жалғыз жіберу оңай болмаған. Бөгде елде не күтіп тұрғаны белгісіз еді. Алайда бүгінде спорт Алинаның өмірінде ажырамас бөлігіне айналды. Спорт бұл темірдей тәртіп. Спортпен мені барлық жерде үлгеруге үйретті. Сабағымда жаман емес, жақсы оқимын. Жарыстар кезінде сабақтан қалып қоймау үшін тапсырмаларды алдын ала орындап, бәрін үлгеріп отыруға тырысамын. Алинаның алда бағындырар асуы көп. Ол шетелде білім алып, спорттық мансабын одан әрі дамытуды мақсат етіп отыр. Ал қазірше ол күнделікті жаттығуын үзбей жаңа додаларға дайындалуда. Кезінде жуынатын бөлмедегі қарапайым жаттығудан басталған Алинаның бұл хикаясы бүгінде Қазақстан шекарасынан асып, әлемге танылып келеді. Диана Саятқызы, Айдана Капышева, Дмитрий Обрак, Равиль Валеев, 5-ші арна.